Кең байтақ қазақ жерінің байлығы мол, ал табиғаты сұлулыққа тұнып тұр. Ұшы-қиыры жоқ дала мен аспанмен таласқан таулары адамзат баласын өзіне тәнті етпей қоймайды. Жеріміздің байлығы пайдалы қазбалармен ғана шектелмейді. Ғалымдар тарапынан әлі толық зерттеліп үлгермеген өзінің жұмбақ сырымен еліктіре түсетін мекендер де бар екен. Сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін сіздердің назарларыңызға Қазақстанның сырға толы 5 өлкесі жайлы видеоны ұсынбақпын. Ал сіздер міндетті түрде лайк басыңыздар. Әнші тауы. Әнші тауы деп құмды төбешікті айтады. Биіктігі 200 метр, ал ұзындығы 3 километр. Аталған құмтөбе Іле өзенінің бойында орналасқан. Уақыт өте келе, бұл жерден дірілдің басталғанын сезініп, гуілдеген қатты дауыстарды естуге болады. Осы күнге дейін бұл төмпешіктің жазық далада қалай пайда болғанын ешкім зерттеген емес. Ғалымдар зерттемесе де, жел ұшырып әкелген құмның арқасында пайда болғанын айтады. Ал жергілікті тұрғындар құм төбенің ары-бері жылжып тұратынын тілге тиек етеді. Мұнымен қатар тау астында Шыңғысханның ұрпақтары жатқан туралы аңыз тараған. Ал кейбір адамдар таудың астында Құдайдың қаһарынан жасырынған шайтанның жатқанын айтады. Ол тығыламын деп осы жерден шыға алмай қалыптымыз. Сол себепті ызаланып түнде ащы дауыстар шығаратын көрінеді. Үстірт шоқысы. Каспий мен Арал теңіздерінің солтүстік бөлігінде Құмды ауданда ежелгі дәуір адамдарының мәдениетінің ізі қалған. Бұл жерден адамдар белгісіз ұшу нысандарын жиі байқайтын болған. Мысалы 1974 жылдың жаз айында үстіртте екі көліктегі отряд аспанның батыс бөлігінен бір түрлі объектіні байқаған. Белгісіз объект батыстан шығысқа қарай жылжып бара жатқан. Алдымен ұзындығы көкжиектің 3/1 бөлігіне тең үлкен қауыз пайда болған. Кейін қауыздың ішінде парашютке немесе электр шамына ұқсайтын дене пайда болған. Парашют ай секілді жап-жарық болып тұрған. Объект көкжиекке кірместен көзден ғайып болған. Мұны көргендер қатты шошынып, 20 минут бойы қозғалмастан бақылаған. Көк көл. Физикалық құрылымы ерекше Жамбыл облысында пайда болған су қоймасында түрлі құбылыс жүзеге асып жатады. Көлге өзендер ақпайтынына немесе келіп қимайтынына қарамастан су тап-таза, тұнық боп тұрады. Ғалымдар осыған орай су астында үңгір болуы мүмкін деп болжайды. Мұнымен қатар ғалымдар су бетіне түскен затты сорып алып кететін шұңқырдың бар екенін айтады. Ал Түркістанда тараған аңыздарға сенсек, көлдің түбі жоқ. Мұны зерттеулер нәтижесі де растап отыр. Кей шопандар көл бетіне үлкен құбыжықтың шығып, жануарлар мен құстарды өзіне тартып әкететінін айтқан. Өлі көл. Алматы облысы Герасимовка ауылында кішігірім көл бар. Аталған көлдің ұзындығы 100 метр, ал ені 60 метр. Жыл сайын бұл көлге көптеген адам батып қайтыс болады екен, ал жергілікті тұрғындар оны айналып өтуді жөн көреді. Көлдің суы қыс болсын, жаз болсын мұздай болып тұрады, температурасы мүлдем өзгермейді. Түбінде балдырлар өскені болмаса, су жануарлары тіршілік етпейді. Мұнымен қатар, көлдің жағасынан шыбын шіркей мен масаның ұшып жүргенін көру мүмкін емес. Арнайы ауа толтырылған баллоны бар сүңгуірлердің өзі 3 минуттан кейін белгісіз себептерге байланысты тұншығып, жағаға шығуға мәжбүр болады. Мұны ғалымдар көл түбінде улы газдың бар екендігімен байланыстырады. Суда тіршіліктің болмауы да сонымен тікелей байланысты болса керек. Суға кеткен адам көлдің бетіне қалқып шығуы тиіс, алайда бұл жерде көлдің түбінде тікесінен тұрып қалады екен. Үңгіртас. Оңтүстік Астанадан 85 километр қашықтықта Бішкекке қарай кетіп бара жатқан жерде Үңгіртас атты ерекше кент бар. Өзі тау етегінде орналасқан. Ғалымдардың айтуынша, дәл осы жерде аспан мен жердің жүйелері өзара түйіседі. Үңгіртасты Қазақстан жерінің кіндігі деп те атайды. Мұнда биоэнергетикамен айналысатын адамдар жиі келетін көрінеді. Десе де, бұл кентте түрлі таңғажайыптар орын алып жатады. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, және біздің арнамызға жазылып,
және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.